Бүгінгі шығарылымда Исра және Миғраж оқиға жайлы айтамыз. Аллаға сенбейтін кәпірлердің бір айтатын сұрағы бар. Қияметке кім барып көріп келіп тұр дейді. Егер барып келген біреуі бар болса, иман келтіріп мұсылман болатындай. Бірақ шындығында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам барып келген. Миғражға дейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өте ауыр кезеңнен өтіп жатқан еді. Бұл жыл қайғы жылы деп аталды. Ең алдымен оны қорғап келген ағасы Абу Талиб қайтыс болды. Артынша жүрегіне тірек болған алғаш иман келтірген Хадиша анамыз радиаллаху анха дүние салды. Сол кезде Меккеде қорғаушы жоқ, қуғын сүргін күшейді. Дінді жеткізуге Таиф қаласына барса, таспен ұрып қанжаса қылды. Жер бетінде оған тыныштық қалмағандай еді. Дәл осындай ауыр сәтте Алла Тағала сүйікті пайғамбарын Миғраж оқиғасымен жұбатты. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кездестірген тайпаларының барлығына исламды түсіндіріп жүрді. Алла Тағаланың әмірлерін жаю жолында адамдардан өзіне қамқор және көмекші болуларын сұрады. Бірақ тайпалар мұсылмандықты да қабылдамай, оған да қамқорлық танытпады. Тіпті оны мазақ етіп, оған ауыр сөздер айтып тіл тигізетін. Пайғамбарымыз қатты шаршаңқы, аш, сусыз, ренжулі және қайғылы халде еді. Күндізгі уақыттар осылай өтіп, бұл хал түннің жарымына дейін жалғасатын. Меккелік мүшриктер келген адамдардың мұсылман болуына жол бермегенімен қоймай, Расулуллахқа қайтсе де бір зиян зақым тигізуден жалықпады. Бұдан кейін пайғамбарымыздың баратын жері де қалмаған еді. Жан-жақтың бәрі дұшпан болатын. Сол түні көкесі Абу Талибтің қызы Умму Ханидың үйіне барады. Умму Хани пайғамбарымызды ішке кіргізіп бір төсеніш, шылапшын және құман берді. Сөйтіп, мұның Меккеде дұшпандары көп, тіпті өлтіргісі келетіндер де бар. Азанға дейін оны күзетейін деп әкесінің қылышын алып, үйді айналып жүре бастады. Расулуллах сол күні қатты ренжулі еді. Дәрет алып Раббысына жалбарынып, кешірім сұрап, қолдардың иманға келіп, бақытқа қауышулары үшін дұға ете бастады. Қатты шаршаңқ, аш және жабырқаулы еді. Төсенішке жатып, ұйықтап кетті. Сол сәтте Алла Тағала Жабрейл алейхиссаламға: "Сүйікті пайғамбарымды қатты ренжіттім. Мүбәрак денесіне, нәзік жүрегіне ауыртпалық түсірдім. Ол сонда да маған жалбарынуда. Менен басқа ештеңе ойламайды. Бар да оны алып кел. Жәннатымды, жаһаннамымды көрсет. Оған және оны жақсы көретіндерге дайындаған нығметтерімді көрсін. Оған сенбегендерге, сөздері мен әрекеттерімен, жазуларымен оны ренжіткендерге дайындаған азаптарымды көрсін. Оны мен жұбатамын. Оның нәзік жүрегінің жарасын мен емдеймін" деп бұйырды. Жабрил алейхиссалам Расулуллахтың жанына барғанда, ол тәтті ұйқыда жатқан болатын. Оятуға қимады. Адам кейпінде барған еді. Расулуллахтың мүбәрак аяғының астын сүйді. Жүрегі қаны жоқ болғандықтан суық еріндері пайғамбарымызды оятып жіберді. Ол Жабрил алейхиссаламды дереу танып: "Ей Жабрил бауырым, беймезгіл уақытта неге келдің? Әлде қате бірдеңе істеп қойдым ба? Раббымды ашуландырдым ба? Маған жаман хабар әкелдің бе?" деп Раббысын ренжітіп алдым ау деген оймен қатты қорықты. Жабрил алейхиссалам: "Ей күллі жаратылыстың үстемі, ей жаратушының сүйіктісі, ей пайғамбарлардың мырзасы, жақсылықтардың қайнар бұлағы болған қадірлі ұлы пайғамбар, Раббыңыз сізге сәлем айтты және сізді өзіне шақыруда. Тұрыңыз, барайық" деді. Пайғамбарымыз дәрет алды. Жабрил алейхиссалам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның басына нұрдан сәлде кигізді. Үстіне нұрдан киім кигізді. Мүбәрак беліне жақуттан белдік тақты. Мүбәрак қолына 400 маржанмен безендірілген асыл тастан жасалған аса таяқ берді. Әрбір маржан шолпан жұлдызындай жарқырап тұр еді. Мүбәрак аяғына асыл тастан аяқ киім кигізді. Сосын Қағбаға келді. Бұл жерде Жабрил алейхиссалам сүйікті пайғамбарымыздың көкірегін жарып, жүрегін алды. Оны зәмзәм сумен жуып, даналық пен иман толы ыдыс әкеліп, жүрегіне құйып, көкірегін жапты. Сосын Жабрил алейхиссалам жұмақтан әкелген Бурақ деген ақ жануарды нұсқап: "Я Расулаллах, мынаған мініңіз. Барлық періштелер жолыңызды күтіп отыр" деді. Осы кезде пайғамбарымызды мұң басып, ойға шомды. Сонда Алла Тағала Жабрил алейхиссаламға: "Ей Жабрил,
Хабибімнің неге ренішті екен сұра деді. Жабрил алейхиссалам пайғамбарымыздан сұрағанда ол: мен осыншалықты ізет пен құрмет көрдім. Қиямет күні әлсіз болған үмметімнің жағдайы не болатыны есіме түсті. 50 мың жыл арасат алаңында мұншалықты күнәләрін қалай көтеріп тұрады, және 30 мың жылдық жол болған сыраттан қалай өтеді деді. Сол кезде Аллахтан: ей Хабибім, көңілің алаң болмасын, сенің үмметің үшін 50 мың жылдық уақытты бір сәттік уақыт етемін, қайғырма деген хабар келді. Пайғамбарымыз Бураққа мінді. Бурақ өте шапшаң жүретін, бір сәтте көз жетпес алыс жерлерді басып өтетін. Жолда Жабрил алейхиссалам Расулуллахқа кейбір жерлерді түсіп намаз оқып алуын айтты. Пайғамбарымыз 3 рет түсіп намаз оқыды. Жабрил алейхиссалам Расулуллахтан түсіп намаз оқыған жерлерін білген-білмегенін сұрады. Жауабын өзі айтып, бірінші түскен жерінің Мәдина екенін және осы жерге хижрет ететіндігінен хабардар етті. Қалған жерлердің Мұса алейхиссалам Алла тағаламен бағыт-бағдарсыз және белгісіз түрде сөйлескен жері Тор Сина тау екенін, соңғысы Иса алейхиссалам дүниеге келген Бәйт-ел-Лахм екенін айтты. Сосын Құдыстағы Ақса мешітіне келді. Ақса мешітіне келгенде Жабрил алейхиссалам бір тасты саусағымен тесіп Бұрақты байлады. Өткен пайғамбарлардың кейбірінің рухтары адам кейпіне еніп жиналған еді. Жамағатпен намаз оқу үшін Адам, Нух және Ибрахим пайғамбарларға алейхимуссалам имам болулары ұсынылды. Олар кешірім сұрап, бұл ұсынысты қабылдамады. Сіз барда басқа ешкім имам бола алмайды деп пайғамбарымызды алға тартты. Пайғамбарымыз басқа пайғамбарларға имам болып 2 рәкат намаз оқыды. Бұдан кейінгі жағдайды былай жеткізді: Жабрил алейхиссалам маған бір ыдыспен жұмақ сусынын және бір ыдыспен сүт әкелді. Сүтті алдым. Жабрил: жаратылысты таңдадыңыз, 2 дүние бақытын таңдадыңыз деді. Сосын тағы 2 ыдыс ұсынды. Бірі су, екіншісі бал болатын. Екеуінен де іштім. Жабрил: бал үмметіңіздің қияметке дейін жалғасатынына, ал су үмметіңіздің күнәларынан тазаруына белгі деді. Сосын екеуміз бірге көкке көтерілдік. Жабрил алейхиссалам есікті қақты. Сен кімсің деді. Мен Жабрилмін. Қасыңдағы кім? Ол Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Оған көкке шығу үшін уахи мен миғраж шақыру жіберілді ме? Я, жіберілді. Сәлем бердік келген адамға. Бұл келген адам қандай жақсы жолаушы деді. Дереу есік ашылып, Адам алейхиссаламмен кездестім. Менімен сәлемдесіп дұға етті. Бұл жерде көптеген періштелерді көрдім. Барлығы қиямда иіліп ықыласпен Суббухун Құддусун Роббул Мәләикәти вар рух зікрін айтып тұрды. Жабрилден бұл періштелердің ғибадаты осы ма деп сұрадым. Иә, олар жаратылғаннан бастап қияметке дейін қиямда болады. Хақ тағаладан тілеңіз, осы ғибадатты үмметіңізге нәсіп етсін деді. Хақ тағаладан тіледім, дұғамды қабыл етті. Намаздағы қиям сол қиям. Ол жақта бір жамағатты көрдім. Періштелер олардың бастарын аямай езеді. Бастары қайдадан қалпына келеді. Тағы ұрады, тағы да бұрынғы қалпына келеді. Бұлар кімдер дедім. Жұма намазы мен жамағат намазды тәрк еткендер, руку мен сәжделерді толық орындамағандар деді. Бір жамағатты көрдім. Олар аш және жалаңаш еді. Тозақ періштелері оларды тозақта жайылымға алып барады. Бұлар кімдер дедім. Кедейлерге мейірімділік көрсетпегендер және зекет бермегендер деді. Бір жамағатты көрдім. Алдарына жақсы тағамдар қойылған. Бір жақтарында өлексе тұр. Олар жақсы тағамдарға қарамай солөлексені жеп жатты. Бұлар кімдер деп сұрадым. Бұлар халал нәрсені тастап, харамға бейімделген еркектер мен әйелдер, халал мүліктері бар кезде харам жеген адамдар деді. Арқасындағы жүктің көптігінен қимылдауға шамалары қалмаған бір топ адамды көрдім. Сонда да халыққа қарап, үстіне тағы да жүк салуларын сұрап жатты. Бұлар кімдер дедім. Бұлар аманатқа қиянат еткендер, адамдардың ақысын жеп, оның үстінен тағы да зұлымдық жасағандар деді. Өз еттерінен кесіп жеп отырған бір топ адамды көрдік. Бұлар кімдер дедім. Жабрил алейхиссалам: бұлар ғайбат айтқандар және сөз тасығандар деді. Беттері қара, көздері көк, үстіңгі еріндері маңдайларына жеткен, астыңғы еріндері аяқтарына дейін салбыраған, ауыздарынан қан мен ірің аққан бір топ адамды көрдім.
Оларга оттан жасалган ыдыстар мен жаханнамда агатын олы кан мен ириң ичкизилүүдө. Ал олар эсек сыяктуу акырууда еді. Булар кимдер дедим? Булар арак ичкендер деді. Тагы bir топ адамды көрдүк. Олардын тилдери бастарына тартылган, түрлері өзгертилип, доңуз кейпине эндирилген түрде азап тартууда еді. Жебрил алейхиссалам, булар жалган куәгер болгандар деді. Тагы bir кавымды кезиктирдик. Карындары ысып, төмен карай салбыраган, реңдери көгерген, кол аяктары байланган, орундарынан тура алмайды. Жебреилден буларды сурадым. Булар пайыз жегендер деді. Bir топ әйелді кездестирдик. Беттери карайган, көздері көк, оттан кийим кийгизилген. Периштелер оларды оттан жасалган шокпармен урады. Олар ит пен доңуз сыяктуу айкайлайды. Булар кимдер дедим? Жебрил алейхиссалам, булар зынакорлук жасагандар және күйөөлөрүн ренжиткен әйелдер деді. Bir жамагат көрдүм. Өте көп адамнан турат экен. Жаханнам аңгарларында камалган. От оларды жагады. Олар кайтадан тириледі, кайтадан жагады. Булар кимдер дедим? Булар әкелеріне қарсы шыққандар дейді. Тағы bir жамағатты кезіктірдім. Егін егеді. Ол bir сәтте өсіп шығып, өнім береді. Бұлар кімдер дедім? Жабрил алейхиссалам. Алла тағала үшін ғибадат жасағандар деді. Bir дарияға бардым. Бұл дарияның ғажайып жағдайын айтып жеткізу мүмкін емес. Сүттен ақ толқындары таудай еді. Бұл қандай дария деп сұрадым. Бұл дарияның аты өмір теңізі. Хақ тағала өлгендерді тірілтетін кезде осы дариядан жаңбыр жаудырады. Шіріген ыдырап кеткен денелер тіріліп, шөптің өскені сияқты мазардан тұрады деді. Сосын екінші қабат көкке шықтық. Жабрил алейхиссалам тағы да есік қақты. Сен кімсің деген дауыс шықты. Мен Жабрилмін. Қасыңдағы кім? Ол Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Оған уахи мен миғраж шақыру жіберілді ме? Я жіберілді деді. Сәлем бердік келген адамға. Бұл келген адам қандай жақсы жолаушы деп айтылды да дереу есік ашылды. Апалы сіңілінің балалары болған Иса мен Яхия бен Закарияның алейхимуссалам қастарынан шықтым. Олар менімен сәлемдесті және дуа етті. Bir топ періштелерді кезіктірдім. Сап құрап тұрған еді. Барлығы рукуда болатын. Өздеріне тән bir тәсбихтері бар еді. Әрдайым рукуда тұрады. Бастарын көтеріп жоғар қарамайды. Жабрил алейхиссалам, бұл періштелердің ғибадаты осындай. Хақ тағаладан бұл ғибадатты сіз де сұраңыз, үмметіңізге нәсіп болсын деді. Дуа еттім. Қабыл болып, Раббым намаздағы рукуды ихсан етті. Сосын үшінші қабат көкке көтерілдік. Тағы да сол сұрақтар қойылып, сол жауаптар айтылғаннан кейін Юсуф алейхиссаламды көрдім. Оған сұлулықтың жартысы беріліпті. Менімен сәлемдесті және дуа етті. Көптеген періштелер көрдім. Сап түзіп, бәрі сәжде жасауда еді. Жаратылғаннан бері сәждеде болып, өздеріне тән тәсбихтерін айтады екен. Жабрил алейхиссалам, бұл періштелердің ғибадаты осындай. Алла тағаладан бұл амалды үмметіңізге нәсіп етуін сұраңыз деді. Хақ тағаладан тіледім, қабыл болып, намазды сендерге нәсіп етті. Төртінші қабат көкке көтерілдік. Таза күмістен жасалған нұрлы есігі бар еді. Нұрдан құлып салынған, құлыпқа ла илаха иллаллах Мұхаммадур Расулуллах деп жазылған. Бұрынғы қабаттарда сұралған сұрақтар мен жауаптардан кейін есіктер ашылып, алдымда Идрис алейхиссаламды көрдім. Менімен сәлемдесіп дуа етті. Bir періште көрдім. Өзі бір тақта отыр. Қайғылы және ренішті еді. Айналасында өте көп періштелер бар болатын. Олардың санын тек Хақ тағала ғана біледі. Оң жағында нұрлы періштелерді көрдім. Жасыл киінген, хош иісті еді. Олар өте көрікті болатын. Сол жағында ауыздарынан от шашқан періштелерді көрдім. Алдарында оттан жасалған найзалар мен қамшылары бар. Көздеріне қарауға ешкімнің батылы жетпейді. Тақтың үстінде отырған періштенің басынан аяғына дейін көздері бар. Әр қашан алдындағы дәптерге қарап отырады. Bir сәт көзін одан алмайды. Алдында bir тал бар еді. Әр жапырағына bir адамның аты жазылған. Алдында шылапшын сықылды bir нәрсе бар. Кейде оң қолмен одан bir нәрсе алып, оң жағындағы нұр періштелеріне береді. Кейде сол қолмен bir нәрсе алып, сол жағындағы қараңғылық періштелеріне береді. Бұл періштеге қарағанымда жүрегіме қорқыныш ұялады. Жабреилден бұл періште кім деп сұрадым. Ол Әзреил.
оған қарап тұруға ешкімнің жүрегі дауаламайды, деді де оның қасына барып, ей Әзірейіл, мынау ақыр заман пайғамбары және Алла тағаланың сүйікті құлы деді. Әзірейіл алейхиссалам басын көтеріп күлімсіреді. Орнынан тұрып маған тағзым жасады. Сәлем бердік. Хақ тағала сенен мәртебелі, қадірлі ешкімді жаратқан жоқ. Үмметің де басқа барлық үмметтерден үстем. Сенің үмметіңе олардың ата-анасынан да қатты жаным ашиды деді. Сенен бір өтінішім бар. Үмметім өте әлсіз. Олармен жұмсақ мәміледе бол. Рухтарын оңай әрі қинамай ал дедім. Сені ең соңғы пайғамбар етіп жіберген және өзінің сүйікті құлы еткен Алла үшін айтайын. Алла тағала күндіз түні 70 рет Мұхаммедтің үмметінің рухтарын жұмсақ және оңай етіп ал, және амалдарына аяушылықпен қара, деп бұйырады. Сондықтан да мен сенің үмметіңе өз ата-аналарынан да көп шапағат етемін деді. Сосын 5-ші қабат көкке көтерілдік. Сол жерде Харун алейхиссаламмен кездестік. Менімен сәлемдесіп, қайырлы дұға жасады. 5-ші қабаттың періштелерінің ғибадаттарын көрдім. Барлығы түрегеп тұрып, аяқтарының ұшына қарап тұрады. Басқа жерге мүлдем қарамайды. Дауыстап тәсбих айтып тұрды. Жәбірейілден, бұл періштелердің ғибадаты осылай жасалама деп сұрадым. Я, Алла тағаладан тілеңіз, осындай ғибадатты сіздің де үмметіңізге нәсіп етсін деді. Дұға еттім, Хақ тағала ихсан етті. Сосын 6-шы қабат көкке көтерілдік. Ол жерде Мұса алейхиссаламмен кездестік. Менімен сәлемдесіп, қайырлы дұға жасады. Сосын 7-ші қабат көкке көтерілдік. Дәл сондай сұрақ жауаптардан кейін Ибрахим алейхиссаламның Бәйт-Мамурға арқасын сүйеп отырғанын көрдім. Ол Бәйт-Мамурға күн сайын 70 мың періште кіреді. Кезектері 2-ші рет қайталанып келмейді. Ибрахим алейхиссаламға сәлем бердім. Сәлемімді қабыл алып, саған да сәлем, ей салих пайғамбар, ей салих ұл деді. Сосын, я Мұхаммед, жәннаттың жері өте керемет, жұмсақ және топырағы таза. Үмметіңе айт, ол жерге көп ағаш егсін деді. Жәннатқа қалай ағаш егіледі деп сұрағанымда, ла хаула ва ла қуввата илля биллах. Басқа бір риуаят бойынша, субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла илляха иллаллаху валлаху акбар. Тәсбихін оқу арқылы деді. Жәбірейіл алейхиссалам сосын мені Сидратул Мунтахаға апарды. Оның жапырақтары пілдің құлақтары сияқты, жемістері мұнаралар сияқты еді. Ол Алла тағаланың кез келген бір бұйрығына кезіксе, өзгеріп, көріктенетіні соншалық, Алла тағаланың жаратқан мақлұқтарының еш қайсысы оның әсемдігін айтып жеткізе алмайды. Жәбірейіл алейхиссалам Сидратул Мунтаханың арғы жағына өткізіп, менімен қоштасты. Мен, ей Жәбірейіл, мені жалғыз тастап барасың ба дедім. Жәбірейіл алейхиссалам сескеніп, Хақ тағаланың айбатынан қорқып дірілдеп, я Мұхаммед, егер тағы бір қадам аттайтын болсам, Алла тағаланың құдіретімен құримын, бүкіл денем жанады, жоқ болады деді. Расулуллах осы жерге дейін Жәбірейіл алейхиссаламмен бірге келген еді. Жәбірейіл алейхиссалам осы жерде өзінің жаратылған қалпын, қанаттарын ашып, әр қанатынан маржандар, жақұттар шашып тұрғанын пайғамбарымызға көрсетті. Сосын сәулесі күннен де жарық, Раф-Раф деп аталатын жұмақтың жасыл кілемі келді. Оның үздіксіз Алла тағаланы зікір ететінен тұрған әлемі зікір жаңғырығымен толатын. Пайғамбарымызға сәлем берді. Расулуллах Раф-Рафтың үстіне отырып, бір сәтте биіктерге көтеріліп, хижаб деп аталатын 70 мың пердеден өтті. Әр хижабтың арасы өте ұзақ болатын. Әр пердеде қызметші періштелер бар еді. Раф-Раф пайғамбарымызды сол перделерден біртіндеп өткізді. Осылайша күрсі, арш және рух әлемдерінен асып өтті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әр пердеден өткен кезде, қорықпа я Мұхаммед, жақында деген бұйрықтарды естіді. Жақындағаны соншалықты Қаба Қаусейн мақамына жетті. Белгісіз түсіндіріле алмайтын халде Алла тағаланың қалаған биіктіктеріне жетті. Мекенсіз, уақытсыз, бағытсыз, сипатсыз түрде Алла тағаланы көрді. Көзсіз, құлақсыз, құралсыз, кеңістіксіз түрде Раббымен сөйлесті. Ешқандай жаратылыс біле алмайтын, түсіне алмайтын нығметтерге қол жеткізді.
Имам Раббани болса өзінің Мактубат атты кітабында былай дейді: Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам Миғраж түнінде Раббыны дүниеде көрген жоқ, ақиретте көрді. Өйткені Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ол түні уақыт пен мекен шеңберінен шықты. Әзели және әбәди, басы мен соңы жоқ сәтке енді, бастауы мен соңын бір нүкте етіп көрді. Ол түні жәннатқа баратындардың мыңдаған жылдардан кейін жәннатқа бара жатқандарын және жәннаттағы сәттерін көрді. Міне сол дәрежедегі көру дүниедегі көру сияқты емес, ақиреттік сипатта көрді деген. Пайғамбарымызға Раббыңды мадақта деп бұйырғанда, ол дереу «Ат-тахияту лиллахи вас-салавату ват-таййибат», яғни барлық тілмен болатын мадақтар мен мақтаулар, денемен жасалатын қызметтер мен ғибадаттар, мал-мүлікпен жасалатын жақсылықтар мен ихсандар Алла тағала үшін болсын дейді. Алдымен Алла тағала хабибіне көзсіз, құлақсыз, құралсыз, мекенсіз түрде «Ассаламу алейка айюхан набию ва рахматуллахи ва баракату». Ей Расулым, сәлемім, берекем мен рақымым саған болсын деп сәлем берді. Пайғамбарымыз «Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи салихин». Я Раббым, бізге және салих құлдарыңа да сәлем болсын деп жауап берді. Мұны естіген періштелер бәрі бір ауыздан «Ашхаду алла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу» деді. Пайғамбарымыз «Ассаламу алейна» дегенде Алла тағала «Ей сүйікті құлым, бұл жерде екеумізден басқа ешкім жоқ. Неге алейна бізге дедің?» деп сұрады. Пайғамбарымыз «Үмметімнің денелері шынында менімен бірге емес, бірақ рухтары менімен бірге. Ойым мен жігерім соларда. Маған сәлем бердің, мені барлық жамандықтардан сақтандырдың. Ақыр заманның қиындығына шалдыққан сол кедей дертті үмметімді осындай үлкен сый мен жақсылықтардан қалайша құр қалдырамын? Мұндай нығметтен оларды қалайша нәсіпсіз етемін?» деп жауап берді. Алла тағала «Ей хабибім, бұл түні менің қонағымсың, менен не тілейсің?» деді. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам «Үмметімді тілеймін, я Раббым» деді. Риуаят бойынша осылайша Алла тағала бұл сұрақты 700 рет қайталады. Расулуллах бәріне үмметімнің ғафу етілуін, яғни кешірілуін сұраймын деп жауап берді. Алла тағала әрдайым үмметіңді сұрайсың дегенде Расулуллах «Я Раббым, менің ісім тілеу, ал беру сенің қалауыңда. Бүкіл үмметімді маған тапсыра көр» деп тіледі. Хақ тағала егер үмметіңнің барлығын осы түнде сен үшін кешіріп жіберсем, менің рақымдылығым мен сенің қадірің ұлылығын білінбей қалады. Бір бөлігін бүгін саған бағыштадым, екі бөлігін кейінге қалдырдым. Қиямет күні сен тілейсің, мен беремін. Менің рақымдылығым мен сенің қадірің белгілі болсын деп бұйырды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде былай дейді: Сол түні Миғраж түні Алла тағаладан бүкіл үмметімнің есебін маған тапсыруын сұрадым. Хақ тағала былай деп бұйырды: Я Мұхаммед, мұндағы мақсатың үмметіңнің қателіктерін ешкім білмесін дейсің. Менің мақсатым, сен шапағатты пайғамбарсың, басқаларға білінбегені сияқты саған да айыптары мен жаман істер білінбесін. Я Мұхаммед, сен олардың жол көрсетушісің, мен олардың Раббысымын. Сен оларды енді көрдің, мен әуелден ежелден мәңгілікке дейін оларды көрдім және көремін. Я Мұхаммед, егер сенің үмметіңмен сөйлесуді қаламағанымда, қиямет күні оларды есепке тартпас едім. Үлкен кіші ешқандай күнәләрін сұрамас едім. Алла тағала айтты: Я Мұхаммед, мүбәрәк көзіңді аш, аяғының астына қара. Қарадым, бір уыс топырақ көрдім. Алла тағала былай деп айтты: Барлық болмыс сенің аяғының астындағы топырақ. Сол топырақты досыңның алдына әкелдің бе? Достың етегіне жабысқан шаңды кешіруден маған сенің үмметіңді кешіру оңайырақ. Пайғамбарымыз тағы бір хадисінде былай дейді: Алла тағалаға бірнеше сұрақтар қойдым, жауаптарын алдым. Сол сұрақтарды сұрағаныма өкіндім. Ол сұрақтардың кейбірі мыналар: Я Раббым, Жәбірейілге 600 000 қанат бердің. Маған осындай беретін жақсылығың не? Алла тағала былай деп бұйырды: Сенің бір қылың маған Жәбірейілдің 600 қанатынан да жағымды. Сенің бір қылыңның құрметіне мыңдаған күнәһарды қиямет күні азаптан босатамын. Жәбірейіл қанатын ашса шығыс пен батыстың арасын толтырады. Сен шапағат етсең,
Шығыс пен батыстың арасы күнәһарға толы болса, бәрін саған сыйға тартамын. Мен айттым: атам Адамға алейхиссалам періштелерді сәжде еткіздің. Осы сияқты маған сыйың не? Алла тағала айтты: періштелердің Адамға сәжде етулері сенің нұрыңның оның маңдайында болуына байланысты еді. Я Мұхаммед, саған одан артық нәрсе бердім. Есіміңді есіміме жақын етіп, арши а'ланың үстіне жаздым. Ол кезде адам жаратылмаған болатын, аты мен заты да жоқ еді. Сенің есіміңді көктердің есігіне, перделердің үстіне, жәннаттардың есігіне, сарайлар мен ағаштарға, жәннаттың барлық жеріне жаздым. Жәннатта бетіне «Ла илаха иллаллах Мұхаммаду Расулуллах» деп жазылмаған еш нәрсе жоқ. Бұл мәртебе адамға берілген мәртебеден жоғары. Я Раббым, Нух алейхиссаламға кеме бердің, осы сияқты маған не бердің? Алла тағала бұлай дейді: саған бұрақты бердім, бір түнде жерден аршқа көтердім, жәннат пен жаһаннамды көрдің, умметіңе мешіттер бердім, қиямет күні кемелерге мінген сияқты умметің сол мешіттерге мініп, сираттан көзді ашып жұмғанша өтіп тозақтан құтылады. Я Раббым, Исраил ұлдарына жәннаттан құдірет халвасы мен бөдене етіне ұқсайтын құстың етін түсірдің. Алла тағала былай деді: саған және үмметіңе дүние мен ақыреттің нығметін ихсан еттім. Исраил ұлдарының түрлерін адамнан аю, маймыл және доңыз кейпіне айналдырдым. Сенің үмметіңнің ешқайсысына олай жасамадым. Солардың істегендерін істесе де, бұларды оларға істемедім. Я Мұхаммед, саған бір сүре бердім. Ондай сүре Таурат пен Инжилде жоқ. Ол Фатиха сүресі. Кімде-кім ол сүрені оқыса, денесі тозаққа харам болады. Ол адамның ата-анасының азабын жеңілдетемін. Я Мұхаммед, мен сенен артық құрметті абыройлы үстем ешкімді жаратпадым. Саған және үмметіңе түнде және күндіз 50 уақыт намазды парыз еттім. Я Мұхаммед, кімде-кім менің бір екенімді қабылдаса және маған серік қоспаса, жәннат сол адамдікі. Мұндай үмметіңе жаһаннамды харам еттім. Сенің үмметің үшін рахметім, мейірімділігім, ашуымды асып түсті. Я Мұхаммед, менің алдымда барлық адамнан қадірлісің, абыройлысың. Қиямет күні саған соншама сыйлар жасаймын, бүкіл әлем таң қалады. Ей Хабибім, сен жәннатқа кірмейінше басқа пайғамбарлар мен үмметтеріне кіруге тыйым салынады. Сенің үмметің кірмейінше басқа үммет кірмейді. Я Мұхаммед, сен және үмметің үшін не дайындағанымды көргің келе ме? Көргім келеді, я Раббым, деді. Исрафилге: сенімді құлым және елшім болған Жебрейлге айт, Хабибім болған сүйікті құлымды жәннатқа апарып, Хабибім мен үмметіне не дайындағанымды көрсетсін, көңілі жайлансын деп бұйырды. Әлемдердің мырзасы болған сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Исраил алейхиссаламмен бірге Жебрейл алейхиссаламның қасына келді. Алла тағаланың бұйрығын орындау үшін Жебрейл алейхиссалам Расулуллах саллаллаху алейхи уассаламды жәннатқа апарды. Періштелер қолдарына жұмақ киімі мен нұр толы табақтар ұстап күтіп тұр еді. Жебрейл алейхиссалам: я Расулуллах, бұл періштелер Адам алейхиссаламнан 80 мың жыл бұрын жаратылды. Олар осы орындарында табақтағыларды сізге және сіздің үмметіңізге шашу үшін тағатсыздана күтуде. Қиямет күні сіз және үмметіңіз Алла тағаланың бұйрығымен жұмақтың есігінен аттағанда, осы періштелер табақтарындағы жауһарды үстіңізге шашады деді. Оларды жәннатта қызмет атқаратын Ридуан деген періште күтіп алды. Расулуллахқа сүйіншілер айтып, Хақ тағала 2 бөлігін сіздің үмметіңізге, біреуін басқа үмметтерге беру үшін жұмақты 3-ке бөлді деді, және жұмақтың барлық жағын аралатты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: жәннаттың ортасында бір өзен көрдім. Арштың жоғары жағынан өтетін бұл өзеннен су, сүт, хамыр, жәннат шарабы және бал бірі-бірімен араласпай ағады. Ол өзеннің жағасы хризолиттен жасалған. Ішіндегі тастар асыл, балшығы хош иісті, шөптері гүлдерден еді. Айналасына күміс ыдыстар қойылған, саны көктегі жұлдыздардан да көп болатын. Маңында құстар жүрді, мойындары түйенің мойнындай еді. Кім сол құстардың етін жеп, сол өзеннің суын ішсе, Хақ тағаланың разылығын алады. Жебрейлден бұл қандай өзен деп сұрағанымда, Кәусар, Хақ тағала оны сізге берді. 8 жәннатта болған бақшаларға су осы Кәусардан ағады деді. Ол өзеннің жағасынан шатырлар көрдім. Барлығы маржандар мен жақұттардан жасалған еді.
Жабрейлден сұраганымда, сіздің әйелдеріңіздің орны деді. Ол шатырларда хорилерді, жаннат қыздарын көрдім. Жүздері күндей жарқыраған, барлығы қосылып бәсең дауыспен өлеңдер айтып отырды. Олар біз қуаныштымыз, бізге ешқандай да қайғы келмейді. Біз жасанып алғанбыз, ешқашан көріксіз болмаймыз. Біз жастарымыз ешқашан қартаймаймыз. Біз көркем мінездіміз, мүлдем ашуланбаймыз. Біз әрдайым осылаймыз, ешқашан өлмейміз деді. Бақыт сарайлары мен талдарына дейін жетіп, олардың дауыстары барлық жерге таралады. Әсемдігі соншалық, ол дауыс егер дүниеге келсе, дүниеде ешқандай өлім мен қиыншылық болмас еді. Жабрейл, бұлардың жүздерін көргіңіз келе ме деп сұрады. Иә дедім. Бір шатырдың есігін ашты. Қарадым, сондай көркем келбеттерді көрдім. Олардың сұлулығын өмір бойы айтып өтсем де тауса алмаймын. Жүздері сүттен ақ, беттері жақоттан қызыл, және күннен де нұрлы еді. Терлері жібектен жұмсақ, айдай жарқыраған, иістері хош еді. Шаштары қара, біразынікі өрілген, кейбірінікі жиналған, кейбірінікі бос жіберілген. Отырса шатырдай төгіледі, тұрса аяғына дейін жетеді. Әр қайсысының алдында бір қызметшісі бар еді. Жабрейл, бұлар сіздің үмметіңіз үшін деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 8 жәннаттың бау-бақшасын және әр түрлі нығметтерін көрдім. Жаһаннам мен оның қабаттарын да көрсем деп ойладым. Жабрейл алейхиссалам қолымнан ұстап, тозақтың ең үлкен періштесі Мәликке апарды. Ей Мәлик, Мұхаммед алейхиссалам дұшпандардың жаһаннамдағы орнын көргісі келеді. Оған жаһаннамды көрсет деді. Мәлик жаһаннамның қабаттарын ашты. 7 қабаттың барлығын көрдім. 7-ші қабат Хауия деп аталады. Оның азабы басқа қабаттардан қаншама есе ауыр болады. Мәликтен, бұл қабатта қай тайпа азапталады деп сұрадым. Мәлик, Перғауын, Қарун және сенің үмметіңнің мұнафықтары азапталады деді. 6-шы қабат Ләзи деп аталады. Ол жерде мүшриктер еш діні болмағандар азапталады. 5-ші қабат Хутама деп аталады. Ол жерде отқа, сиырға табынғандар, буддистер азап көреді. 4-ші қабат Жахим деп аталады. Ол жерде күнге, жұлдыздарға табынғандар азапталады. 3-ші қабат Сақар деп аталады. Ол жерде христиандар азапталады. 2-ші қабат Сайыр деп аталады. Онда яһудилер азапқа тартылады. 1-ші қабат Жаһаннам деп аталады. Оның азабы басқаларынан жеңіл. Соған қарамастан ол жерде оттан жасалған 70 000 дария бар. Дариялардың үлкендігі соншалық, жер мен көкті сол дарияға тастап, бір періштеге табу әмір етілсе, 1000 жыл іздесе де таба алмас еді. Забанилер, жаһаннамда қызмет атқаратын періштелер, өте үлкен болатын. Егер олардың бірі жер мен көкті аузының бір ұртына салса да білінбес еді. Ол дариялар толқынданып қорқынышты дауыстар шығаратын еді. Егер сол дауыстан дүниеге кішкене дауыс жетсе, барлық жанды болмыстар жойылар еді. Бұл қабат қай тайпа үшін деп сұрадым. Мәлик жауап бермеді. Қайта сұрадым, ол үнсіз қалды. Жабрейл Мәликке, сенен жауап күтіп тұр деді. Ол мені кешіріңіз деп өтінді. Мен не болса да айт, егер бүгін білуіміз мүмкін болса, бәлкім алдын алып үлгерерміз дедім. Мәлик, я Расулаллах, сіздің үмметіңіздің күнәһарларына арналған. Оларға мұндай қорқынышты жерден өздерін қорғасын деп насихат етіңіз. Денелерін осындай азапқа тартатын нәрселерден аулақ етсін. Ол күні мен күнәһарларға мейірімділік танытпаймын, ақ сақалды қарттарына да, жастарына да шапағат етпеймін деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жылай бастады. Мүбәрак басынан селдесін шешіп, шапағат сұрауға және Алла тағалаға жалбарына бастады. Үмметінің әлсіздігін және олардың мұндай азапқа шыдай алмайтынын айтып, көп жылағаны соншалық, Жабрейл алейхиссалам мен басқа періштелер де қосылып жылады. Сол кезде Алла тағаладан дауыс келді. Ей Хабибім, сенің құрметің мен қадірің менің дәргейімде өте жоғары. Дұғаң қабыл болды. Көңілің алам болмасын. Сені мақсатыңа жеткіздім. Саған көптеген күнәһарларды шапағатың мен сен жетеді дегенше кешіретін мақам дәреже беремін. Ей Хабибім, кімде-кім менің бұйрығымда орындаса, азап пен жазадан құтылады. Рақымдылығыма қаушады. Жәннатта мені көру құрметіне ие болады. Саған және үмметіңе күндіз бен түнде 50 уақыт намаз парыз еттім. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сөзін жалғастырып былай деді. Ол мақамнан кейін аршқа жеттім.
самауаттан аспандардан өтіп Муса алейхиссаламның мақамына бардым. Маған Хақ тағала саған және умметіңе нені парыз етті деді. Мен күнде күндіз түні 50 уақыт намазды парыз етті дедім. Раббыңа қайтып барып, біраз жеңілдетуін сұра, өйткені умметің мұны көтере алмайды. Мен Исраил ұлдарын сынап көрдім деді. Осыған орай Раббыма қайтып барып, я Раббым, умметіме бұл бұйрықты біраз жеңілдете көр дедім. Осыдан кейін 50 уақыттан тек 5 уақытын ғана қысқартты. Муса алейхиссаламға оралып, 5 уақытын қысқартты дедім. Ол Раббыңа қайтып барып, біраз жеңілдетуін сұра, өйткені умметің мұны да орындай алмайды деді. Осылайша Муса алейхиссалам мен Алла тағала арасында бірнеше рет барып келдім. Ақырында Алла тағала бұл намазды 5 уақытқа түсірдім. Әр намаз үшін 10 сауап жазылады. Осы тұрғыдан 50 намаз болады. Кімде-кім бір сауапқа ниеттеніп, бірақ орындай алмаса, оған бір сауап жазылады. Орындаса, бір іске 10 сауап жазылады. Бірақ бір күнә істі ойлап, жасамаса еш нәрсе жазылмайды. Жасаса бір күнә болып жазылады деп бұйырды. Сосын Муса алейхиссаламға барып жағдайды айттым. Муса алейхиссалам тағы да барып тағы жеңілдетуін сұра деді. Мен оған Раббымнан көп нәрсе сұрағандықтан енді ұяламын дедім. Алла тағала осылайша Расулуллахтың тартқан қиыншылықтар мен жараланған жүрегін жұбатты. Ешбір мақлұқына бермеген, ешкімнің түсіне алмайтын, біле алмайтын нығметтерді оған ихсан етті. Пайғамбарымыз бір сәтте Құдысқа, ол жерден Мекке Мұкаррамаға Умму Ханидың үйіне келді. Жатқан жері әлі суымаған, шылап шындағы дәрет алған су әлі қозғалып тұр еді. Сыртта жүрген Умму Хани ұйықтап қалған болатын, сондықтан еш нәрсе сезбеді. Пайғамбарымыз Құдыстан Меккеге келе жатқанда Құрайш керуенін көрді. Керуендегі бір түйе үркіп құлаған болатын. Таң атқанда Қағбаға барып, миғражын айта бастады. Кәпірлер Мұхаммед ақылдан адасыпты деп мазақ етті. Мұсылман болуды ойлап жүргендер екі ойлы болып қалды. Мүшриктердің кейбірі қуанып Абу Бәкірдің үйіне барды. Өйткені оның ақылды тәжірибелі саудагер екенін жақсы білетін. Есікті ашып сыртқа шыққан Абу Бәкір радиаллаху анхуден: "Ей Абу Бәкір, сен Құдысқа сан мәртебе барып келдің. Жақсы білесің, Меккеден Құдысқа барып келуге қанша уақыт кетеді?" деп сұрады. Абу Бәкір: "Жақсы білемін, 1 айдан көп уақыт кетеді" деп жауап берді. Бұл сөзге қуанған кәпірлер: "Ақылды тәжірибелі адамның сөзі осындай болады" деді. Күліп мазақ етіп: "Сенің мырзаң Құдысқа бір түнде барып келдім" дейді. Ақылынан әбден алжыды деді. Ендігі Абу Бәкір радиаллаху анху де өздерін қолдайды деген оймен оған сүйіспеншілік пен құрмет көрсетті. Абу Бәкір Расулуллахтың мүбәрек есімін естіген кезде, егер ол айтса дұрыс, бір сәтте барып келгеніне мен де сендім деп ішке кіріп кетті. Кәпірлер: "Ей Мұхаммед, неткен сиқыршы едің, Абу Бәкірді сиқырлап тастапты" деп кері қайтты. Абу Бәкір дереу Расулуллахтың жанына барды. Көп тобырдың ішінен дауыстап: "Я Расулуллах, миғражыңыз құтты болсын. Бізді сіз сияқты ұлы пайғамбарға қызметші етумен абыройландырғаны және мүбәрәк жүзіңізді көрумен, көңілдерді алатын, рухтарды тартатын, көркем сөздеріңізді естумен нығметтендіргені үшін Алла тағалаға шексіз шүкір етемін. Я Расулуллах, сіздің сөзіңіздің барлығы рас. Сендім, жаным сізге құрбан болсын" деді. Абу Бәкірдің сөздері кәпірлерді таңғалдырды. Айтарға сөз таба алмай тарап кетті. Абу Бәкірдің бұл сөздері күмәнданып жүрген иман әлсіз біраз адамның жүрегіне қуат берді. Расулуллах сол күні Хазіреті Абу Бәкірді Сыддық деп атады. Хижреттен 1 жыл бұрын Ражаб айының 27-сі жұма күнінің түнінде болған бұл мұғжиза Миғраж деп аталады. Расулуллах Миғражға рух және денесімен ояу халде шықты. Миғраж түнінде оған көптеген илахи ақиқаттар көрсетілді және 5 уақыт намаз осы түні парыз етілді. Бұдан бөлек Бақара сүресінің соңғы 2 аяты ихсан етілді. Миғраж Құран кәрімде Исра және Нәжм сүресінде және кейбір хадистерде білдірілген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Миғраждан кейін сахабаларына жәннат туралы айтып отырып былай деді: "Я Абу Бәкір, сенің зәулім сарайыңды көрдім. Қызыл алтыннан жасалған еді. Сен үшін дайындалған нығметтерге куә болдым." Абу Бәкір радиаллаху анху: "Сол сарай мен оның иесі сізге құрбан болсын, я Расулуллах" деді. Пайғамбарымыз Омарға бұрылып: "Я Омар, сенің зәулім сарайыңды көрдім. Жақуттан жасалған еді. Онда көп хорилер, жәннат қыздары бар еді. Бірақ ішіне кірмедім. Сенің қызғанышыңды ойладым" деді. Омар радиаллаху анху:
көп жылады. Көз жасымен: "Ата-анам жаным сізге құрбан болсын. Я Расулуллах, сізден қызғануға бола ма екен?" деді. Сосын Османға былай деді: "Я Осман, сені барлық көктен көрдім. Жәннатта зәулім сарайыңды көріп, сені ойладым." Әлиге былай деді: "Я Әли, сенің бейнеңді 4-ші қабат көктен көрдім." Жәбірейілден сұрағанымда ол: "Я Расулуллах, періштелер Хазіреті Әлиді көруге ынтызар болды. Хақ тағала оның кейпінде бір періште жаратты. Ол періште 4-ші көкте тұрады. Өзге періштелер оған келіп берекеленеді" деді. Сосын сенің сарайыңа кірдім. Бір талдың жемісін иіскедім. Одан бұрын Хури шықты. Бетін пердемен жапты. "Сен кімсің және кімдіксің?" дедім. "Көкеңнің ұлы Әли үшін жаратылдым, я Расулуллах" деді. Миғраж түнінің ертесіне Жәбірейіл алейхиссалам келіп Расулуллахқа 5 уақыт намазды уақыттарымен өз имам болып оқытты. Хадисте былай делінген: Жәбірейіл алейхиссалам Қағба есігінің жанында 2 күн маған имам болды. Екеуміз фәжір таң атқанда таң намазын, күн төбеден ауғанда 5 намазын, барлық нәрсенің көлеңкесі өз бойымен бірдей болғанда 2 намазын, күн батарда ақшамды және қараңғы түскенде құптанды оқыдық. 2-ші күні таң намазын дала жарық болған кезде, 5-ді барлық нәрсенің көлеңкесі өз бойынан 2 есе ұзарғанда, 2-тіні осының артынша ақшамда ауыз ашатын уақытта, құптанды түннің 3-тен 1 болғанда оқыдық. Сосын: "Я Мұхаммед, сенің және өткен пайғамбарлардың намаз уақыттары осы. Үмметің 5 уақыт намаздың әр қайсысын осы оқыған 2 уақыттың арасында оқысын" деді. Намаз уақыттары осылай білдірілгеннен кейін Хабашстанға да хабар жіберіліп, 5 уақыт намаз оқулары және намаз парыз етілген кезден бастап осыған дейінгі оқылмаған намаздарды да қаза етіп оқулары білдірілді. Шығарылымды аяғына дейін тыңдағаныңыз үшін рахмет. Келесі шығарылымда кездескенше сау болыңыз.